Менің фамилиям Менкеев Мұтқан, 70-темін, пенсионермін. Мына ноябрьде мен әйелім Астанаға барған, не үшін барды? Немерені қарау үшін ол үйде отыр. Күйеу бала заезге кетіп қалады 15 күнге. Сол барған үшін 9.000 төледі ПСР етеді анализ. Ол анализді 3 күнге береді екен. Жарайды, Астанадан бері қарай келді әйелім. ПСР сұраған жоқ қой. Астанадан Семейге. Ал енді қазір міне біз алдында красный зонада болдық. Қазір біз желтый зонаға кірдік. 2 декабрьден бастап. Значит, автоматически справканы отменить ету керек. Жоқ, сонда да ПСР тапсырдыңдар деп. Әр жерде әрқалай бағасы 9.000, 8.5. Бұл кішкентай түсіруге болады ғой. Мен соны түсінбей тұрмын. Халық үшін бюджетті толтырамын. Кішкентай халық үшін жұмыс істеу керек қой. Не үшін ана чиновниктер отыр? Халық соларға сенеді. Вот біздің ана чиновниктер міне молодцы деп. Олар наоборот істейді. Бір, екінші жағынан мына президент өзі Тақаев айтқан. Мына ПСР-ді бағасын төмендетіңдер деп, дұрыстап тексеріңдер. Кісінің несін нетпендер, нервничать деп. Оны орындамайды. Бір, екінші мәселе міне Даниал Ахметтің өзі айтқан. ПСР-када тапсырады, почему-то сендерді бәрі ауырып кетеді дейді. Екінші рет тапсырса, ол ауырмайды дейді. Қалай оны ауырмайды дейді? Значит, Даниал Ахметов айтады, лабораторияның бәрін өзін тексеру керек дейді. Я, говорит, вас всех накажу дейді. Дұрыс қой. Ол да бір жағынан дұрыс кісі айтып отыр. Ол да мына кабинетте өзінің чиновниктер көмекшілері бар ғой, соларға сенеді. Олар отчетты берсе, бәрі жақсы, бәрі аман деп. Мәселе ол 9.000. Мына билеттің бағасын мен алдым 3.880 теңге. А ПСР тапсыр 9.000. Пойыз қалдыңыз. Пойызға. Сонда мен ай сайын барған сайын 9.000 бере берсем, пенсиям да жетпей қалады. Ол бір, екінші мен тойға бара жатқан жоқпын ғой. Немеремді қарауға бара жатырмын. Ол ана күйеу балам заезге кетеді 20 күнге. Қызым жұмыс істейді. Таңертең 9-дан 9-ға дейін. Сонда балаларды кім қарайды? Детсад. Жоқ, садиген оқиды ғой. Сонда да тамақ пісіріп қарау керек қой. Мектепте оқиды. Мектепте ойнаймын, сонда да қарау керек қой. Бірдеме оқып қалмасын, ана үйде нетпесін деп. Кеше бір неге звондасам, ұмытып кеттім, ана диспетчерский. Вам, если выше 65, вы должны дома сидеть. Даже в больницу не имеете права. Ну как? Больницаға бармау керек. Сонда вы жоғары 65-тен жоғары болса үйде отыру керек. Наоборот айтады, мен Москва нені тыңдаймын, Мясников. Наоборот, надо на природе ходить. Тогда свежий воздух, вы чувствуете себя, здоровее будете. Иммунитет какой-то. Иммунитет, она теряется. Потому что ходьба это лучше же, чем дома сидеть. Он соны істеу керек қой. Біздің врачтар да кішкентай ойлану керек. Кешке жейін отыра бермейді. Мына мысалы айтайын, мен жазда неге бардым, Алакөлге. ПСР тапсырдым, ПСР акиматтың жанында. Бір-ақ күнде алды, жарсыңды справка жазып берді. Өйткені неге Алакөлге? Семейға бір-ақ справка деді. 10 күнге. Апарып бердім, все нормально. Кішкентай ойлау керек, халықты ойлау керек, адамды ойлау керек. Өйткені халық уже сенбейді. Каждый бересі, мысалы, кейбір адамның несі болады, нанға ақшасы болмай қалады. А может, анда туысқаны қайсы болады, сол ПСР-ге қай уақытта төлейді, ол 9.000 жоқ болса. Şimdi ойлау керек қой. Адамды ойлау керек, нету керек. Раз желтый зонаға кірдік пе, отменить ету керек оны. Мен ойымша, халықтың бәрі сөйтіп айтып отыр қазір. Қайда шығарған дейді. И так пойызда кісі аз екен. Бір купеде 2 кісі отырады. Одан артық жоқ. Кісі көп жүре бермейді. Мен тойға бара жатқан жоқпын, гулять етуге барған жоқпын. Бара жатқан жоқпын. Мен немерені қарау үшін бара жатырмын. Ол немере Астанада оқиды. Мектеп сонда онлайн. Мына жерде оқи алмайды. Ол қалай оқиды? Дұрыс қой. Бір қызым 7 оқиды. Кішкентай немере 1-ші класс оқиды. Үйде бірдеме болып қалса кім жауап береді? Ешкім жауап бермейді. Мен ойым солай. Любой адамда ойлану керек. Баланы өздері айтады. Баланы үйде қалдырмау керек. Жалғыз өзі. Кейбір терезеден секіріп кетеді. Сеткені терез салады. Қалай салады? Ішінде ойлану керек қой. Сол үшін біз бара жатырмын. Сол 20 күнге күйеу балаңыз жұмыста? Заезде. Қызылордада істейді. Нефтяной компанияда. Российский. Инженер болып істейді. Енді ол енді жұмысын тастап келе алмайды. Значит, анда оклады жақсы айтады. Пособие бәрі жақсы. Мен бұрын Каткода істегенмін.
Сіздер сол уақытқа барып қайтадан қайтып келіп жүресіздер? Иә, ай сайын. Осы айын мен барамын, келесі айда кемпірім барады. Енді немерені қарау керек қой. Жазда каникул болғанда үйге алып келеміз біз, каникулда. Біздің Шығыс Қазақстан қызыл зонаға кірген кезде көбінесе Семей емес, басқана Өскемен, ар жағы Алтай, Соғалылар қызыл зонада болды. Ол жаққа блокпосттар қойылды. Семейде онша көп ондай ұшқан жоқ. Ондай жоқ, бізде ондай посттар жоқ. Анау Алтайский, Российский границаның посттарды қойып қойған, чтобы ар жақтан кісілер өтпесін, бер жақтан кісілер өтпесін. Енді Семейдің жағдайы біраз Өскеменге қарағанда, басқа өңірлерге қарағанда Шығыс Қазақстанда жағдай біраз коронавирус жағынан біраз жақсылауда, бірақ та әлеуметтік жағынан жағдай ол коронавирусқа енді бізде жұмыссыздық болып біраз жағдайымыз төмен болып тұрды. Енді Өскемен жақта производство бар, кәсіпорындар бар, ар жағында рудниктар бар деген секілді, олардың енді төлейтін әлеуметтік жағдайлар біраз күштілеу. Енді біздің Семейде жағдайымыз осындай болып тұрғанда, әлеуметтік жағдайымыз нашар болып тұрғаннан кейін бізге енді көбіміз Астанаға барып жұмыс істейміз, заездарға барып жұмыс істейміз. Сондықтан енді Шығыс Қазақстан облысының өзінің ішінде қарастыру керек секілді. Дұрыс па? Егер де мүмкін біз жол-түз зонада да жоқ шығармыз. Біздің жағдайымыз оларға қарағанда мүмкін. Оған қарағанда біздікі жақсы. Жақсы. Содан енді ар жаққа барып жұмыс істегеннен кейін бізге бұл ПЦР тесттерді алып тастау керек деген ойдасыз, иә? Иә, алып тастау керек деп отырмын. Біраз қозғалып, біраз жұмыс істеуіміз де керек. Өйткені мен қарап отырдым, қызыл зона болғанда да бізде справка керек деп. Қалған Қазақстанда қалада ондай жоқ болатын. Жоқ. Оларда біз сияқты адамдар ғой. Әрбір анда барады, мында барады. Что-то оларда справка сұрамайды. Дұрыс қой. Мен мына кемпірім қашан келді? Осы ноябрьдің аяғында келді. Астанадан отырды пойызға, справка сұраған жоқ. Миллионный город. Сұраған жоқ қой. А бізде 300 адам ба сондай. Бізден сұрайды. Біздікі жаңа айтпақшы, Өскемен қарады, біздікі жақсылап, чем аурудан қараған. Но бізде көбі жауып қойған, жұмыс жоқ. Мысалы айтайық, завод болса бір жартысы ғана істейді. Который үйде отырған қалай ақшаны табады? Біз Семей қаласындағы бар кәсіпорындардың өздері бір сезонный жұмыс дейді ғой. Силикатный немізді алсақ тағы, цементный немізді алсақ та, ол сезонный жұмыс. Жаз кезінде жақсы жұмыс істейді, қыста заказ жоқ. Заказ аз болады, заказ жоқ болды. Жаз бойы жасап алған өнімдерін қыс бойы сатуға да мүмкін. Жазда запастың неті болады, қыста ақыртап сатады. Біздің Семей сауда саттықпен көбінесе сонымен отырған халық қой. Сонымен отырған адамдар. Немесе заездерге барып жұмыс істейді. Күнкөрісті көру керек қой, сондықтан енді бізге былай. Ерте менің баладарым жаңа жылда үйге келемін деп отыр бізге. Жылда келеді жаңа жылда. Енді қайтқанда тоже ПЦР тапсырып көріп қой, олар Астанада тұрады, қонаққа келеді ғой. Бармау керек дейді, как бармау керек? Баладар әке шешесін құттықтауға келеді. Немерені сүйіп кетуіміз керек. Солай ғой, тіршілік жасау керек. Сол үшін біз мұны айтып отырғаным, президент болсын Даниил Ахметов осыны орындау керек кішкентай. Адамдарды түсіну керек. Мысалы біреу қыдырып барса жарайды. Мен қыдырып бара жатқан жоқпын. Немеремді қарауға барамын. Кейбіреулер айтады, 65-тен жоғары болса далаға шығу как? Наоборот, далаға шықсаң, иммунитет теряется, повышается. Коронавирусом ты не болеешь. Мен ауырған жоқпын, міне. 70-ке келдім, мен әйелім ауырды, балады, мен ауырған жоқпын. Мен постоянно жаяу жүремін, спорт жасаймын. И суық сумен жуынамын мен. Жоқ, шын айтамын, мен ыстық сумен жуынбаймын, суық сумен жуынамын. Что-то маған жолаған жоқ қой коронавирус. Кішкене соны ойлау керек. Таза ауамен демалу. Таза ауамен. Біраз спортпен айналысып, көшеге қимылдаса жақсы. Кейбір айтады, суық сумен неге жүрді, ауырып қалсын. Жынысы ма деді, мен суық сумен жуынамын дедім. Мен парды жек көремін дедім. Мен туғаннан сондай болып кеткен. Елім жазда ауырып қалды. Жылы киініп. Но зато емделді. Ничего, жаяу жүргізді, ары бері, уже нормально қалды. Адам жүрсе, уже денесі шарқылады ғой. Кеудеде демалып біраз. Кеудеде өкпе, уже ауа кіреді. Уже иммунитет нормальный болады. Айтады, ходьбада ходить деп. Дұрыс қой. Өтірік айтпайды врачтар.
Мен соны айтып отырмын, осыны отменить ету керек. Өйткені мен 13 мың кетемін, мен сонда 9 мыңды бере салу керек па, мен түсінбей отырмын. Сонда билеттің бағасына қарағанда ма, тесттің бағасы қымбаттау? Билеттің бағасы 4 мың болсын, анау 9 мың. Айырмашылық көп қой, 2 рет көп. Кішкентай ойлаймын, 1-2 мың болса, 3 кім сөйлейді. Қарбонешінде менің ойымша, білмеймін енді, проводниктер қазір строго ғой. Может, проводникке беріп кіре салуға болады. Мен оны қолына ұстап көргім жоқ. Ол енді заңсыздық енді. Мысалы оны істеген жоқпын. Өйткені мен ана жол кемпірімді шығарып салғанда справканы қарап отыр проводник. Справка жоқ, кіргізбейді. Кіргізбейді. Олда да біліп отыр ғой заң аясында. Олар проводниктер өздері шығарған жоқ. Рас жоғарыдан келді, олар тексереді. Мен ойымша. Сол үшін мен мына айтып отырғаным сол, соны отменить етсе. Рас біз желтый зонаға кірдік 2 декабрьдан бастап, бүгін 8-і. Отмен жасауға болады ғой. Желтый зона деген жаңағы айтып кеткен секілді Өскемен қаласы, Алтай солар кірген шығар. Бізде мүмкін жағдай одан да жақсы болып тұрған шығар. Бізде жақсы болып тұр. Біз мүмкін желтый зонада да жоқпыз, Семей қаласы. Семейде кішкентай соны орындау керек. Мен біліп отырмын ана желтый зона, Алтайский район, олар действительно жол, Россиямен бір. Ридрика желтый зона. Ауыратын кісілер көп сол жақта. Бізде емес. Мен ана көріп отырмын ғой. Өскеменде бәрінде кісі ауырды. Бізде мысалы 200 адам болса, бізде 30 адам ауырады екен. И то пневмония, сол тексереді ғой бәрібір. Именно коронавирус жоқ. Коронавирус жоқ болса, бізге енді біраз жеңілдіктер жасау керек. Жасау керек, халық үшін жеңілдік болу керек. Мен айтып отырғаным сол. Қарабы ұстап, мына көріп отырсың, соны орындау керек. Қазақ енді туысшыл халық қой енді. Туысшыл. Мына жағдаймен туыстан айырылатын болдық. Өйткені даже шықпа деген соң туысқанды көре алмайды қаласың. Ертең біреу өліп қалса келе алмайды. Мысалы, жаңа айттым ғой, біреу ана Астанада қайтыс болса, оның нанға ақшасы жоқ, қалай береді ана туысқанына? Коронавирусқа төлесе билетке ақшасы жетпей қалады. Жоқ қой, жоқ. Шынында ойлану керек сол үшін. Мен айтайтын сол президентке де мына Даниил Ахметовті осында көресіздер ғой, соны орындап беріңізші. Жақсы, пікіріңізге рахмет.